Юрий Гагарин атындағы мектеп-лицейінің 9 сынып оқушысы Зейнуладима. Поэзия падишасы Фариза Оңғарсынова. 1939 жылы 25 желтоқсанда Атырау облысы Новобөгет ауданына қарасты Манаш ауылында дүниеге келген қазақ ақыны, халық жазушысы, журналист, мемлекет және қоғам қайраткері. Адай руының тәсіке атасынан шыққан Фаризаның әкесі Оңғарсынов Иманғали елге қадірлі азамат болған. Бала күннен ақындық қасиетін көрсетіп, өзіне әсер еткен жағдайларға байланысты өлең шығаратын болған. Ақынның Анвар, Алмас есімді ұлдары мен Анар, Айда есімді келіндері бар. Анел, Алан, Анита, Ахметжан, Аслан, Алсу атты немерелері бар. Сондай-ақ ақын ерте қайтыс болған жалғыз ағасының ұл қыздарын тәрбиелеп өсірген. Бала күнінде анасының Мұхаммед пайғамбар туралы әңгімелерін естіп өскен. Көпке дейін Мұхаммед пайғамбарды ауылдас адам немесе туысқан ағаларының бірі деп ойлап келген. Анасын жақсы көріп, ол қиналған шақта көңілін көтеруге тырысқан. Мектеп қабырғасында жүріп, әдебиет оның ішінде жырларды жатқа оқыған. Әсіресе Қобыланды батыр жырын жатқа оқығанды жақсы көрген. Фариза Оңғарсынова көркем сөз майданында ақын мен жазушыға тән ерлік, батырлық, адалдылық, ұлтжандылық, намысқойлық және адамгершілік секілді қасиеттердің биігінен көрінген ақын. Тұңғыш өлеңдерінің жинағы Сандуғаш 1966 жылы жарық көрген. Ақмамам, еркелесем күлімдейтін, ұрысқаны білінбейтін, маңдайымнан ескертменің құлын шағым күнім дейтін. Ақмамам, құлын шағым күнім дейтін. Әлемдегі ақылды адам, бәрінен де сол жақын маған. Ол жанымда жүрсеменде батырларша батылданам. Өмірдің өткелдерінен қиындық көп көргеніммен, өртеніп от басқаныммен өзіңмен қоштаспадыммен, күлкімді жайлы күнімді, азапты қайғы мұңымды өзіммен бөліскенің үшін, қатеммен жеңістерім үшін, менің мынау қиындау тағдырым болып, о баста көріскенің үшін, өлең мен сені аялап өтем.